Пәсіх кезеңіндегі 5-ші жексенбі жайлы Франсис папаның уағызы. Неге өмір сүруге тұрарлық? Құрметті бауырластарым, қайырлы күн. Бүгінгі литургияның інжілі Иса Мәсіхтің өлімінің алдында айтқан соңғы әңгімесінен алынған. Жохан жазған інжіл 14:1-12. Шәкірттерінің жүректері алаңдаулы, бірақ иеміз оларды жұбату сөздерімен тыныштандырып, қорықпауға шақырады. Қорықпаңдар. Шын мәнінде Иса оларды тастап кетпейді. Қайта олар үшін орын дайындауға барып, сол мақсатқа жеткізеді. Бүгін иеміз бәрімізге бет алған сол керемет мекенді көрсетіп, сонымен бірге оған қалай жету керектігінде үйретеді. Яғни жүруге тиіс жолды нұсқайды. Иса бізге қайда бару керектігінде, қалай бару керектігінде айтады. Алдымен қайда бару керектігі туралы. Иса шәкірттерінің қайғысын, жалғыз қалудан қорқуын көреді. Бұл бізге де таныс. Сүйікті біреумен қоштасуға мәжбүр болған сәттердегідей. Сонда Иса былай дейді: мен сендер үшін орын дайындауға барамын. Мен қайда болсам, сендер де сонда боласыңдар. Жохан жазған інжіл 14:2-3. Иса бізге жақын бір бейнені қолданады: үй, яғни қарым-қатынас пен жақындық орны. Әкемнің үйінде, дейді ол достарына, әр қайсымызға сен үшін орын бар. Ол сені күтіп мәңгілікке құшақ жая қарсы алады. Мен аспанда сен үшін сол орынды дайындап жатырмын. Иса біз үшін әкемен қуанышатын құшақты мәңгілік мекенді әзірлейді. Бауырластарым, бұл сөз біз үшін жұбаныш пен үміттің қайнары. Иса бізден бөлінген жоқ, керісінше бізге жол ашып, біздің ақырғы тағдырымызды, Құдай әкемен кездесуді алдын ала айқындады. Оның жүрегінде әр қайсымызға орын бар. Сондықтан шаршаған, абдыраған немесе тіпті сәтсіздікке ұшыраған кезде өміріміздің қайда бағытталғанын еске түсірейік. Біз мақсатты ұмытпауымыз керек. Тіпті бүгін оны ұмытып кету қаупі болса да. Өмірдің ең маңызды сұрақтарын жоғалтпайық. Біз қайда барамыз? Қайда ұмтыламыз? Неге өмір сүреміз? Осы сұрақтарсыз біз өмірімізді тек бүгінгі күнге шашып, одан барынша ләззат алуға тырысып, ақырында мақсатсыз әрі мағынасыз өмір сүреміз. Ал біздің шынайы отанымыз аспанда. Осы керемет пен әсем мақсатты ұмытпайық. Мақсатты түсінген соң, бүгінгі інжілдегі Томас елші сияқты біз де сұраймыз: қалай бару керек? Жолымыз қандай? Әсіресе қиындықтармен бетпе-бет келгенде, кейде жамандық күшті сияқты көрінеді де, біз өзімізден не істеуіміз керек, қай жолмен жүруіміз керек деп сұраймыз. Иса былай деп жауап береді: жол, шындық және өмір менмін. Жохан жазған інжіл 14:6. Жол, мен жолмын. Демек, Иса өзі шындықта өмір сүріп, мол өмірге ие болу үшін жүруге тиіс жол. Сондықтан оған сену жай ғана сенетін идеялар жиынтығы емес. Бұл жүретін жол, бірге өтетін сапар. Бұл Исамен бірге жүру. Өйткені ол мәңгілік бақытқа апаратын жол. Исаға еру және оған ұқсау, әсіресе өзгелерге жақындық пен мейірімділік көрсету. Міне,
аспанға апаратын компас. Иса жолды сүйіп, жерде оның сүйіспеншілігінің белгісіне айналу. Бауырластарым, бүгінгі күнді жауапкершілікпен өмір сүрейік, бірақ оған жұтылып кетпейік. Көзімізді жоғары көтеріп, аспанға қарайық. Мақсатымызды есімізге түсірейік, мәңгілікке, Құдаймен кездесуге шақырылғанымызды ойлайық. Бүгін аспаннан жүрегіміздің түбіне дейін Исаға деген таңдауымыз жаңарсын. Исаны сүю және оған еру таңдауы. Ал Исаға еріп, мақсатқа жеткен әулие Мариям Бикеш үмітімізді қолдай берсін. Аумин.